Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 53 сабақ баяндауыш тақырыбында. 9 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байлағанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Ол кім? Бұл не кітабынан алынған. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Балалар, киіз үй қандай жерге орналастырылатын болған? Киіз үй қандай реттілікпен құрылатын болған? Келесі сұрақ. Мәтіннен өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тап. Уық кереге басы мен шаңырақты ұстастыратын ағаш. Басқұр киіз үйдің ішін безендіру үшін әрі уық пен керегенің түйіскен жерін сыртынан бастырып таңатын өрнекті жалпақ құр болып табылады. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Дана оқыды, найзағай жарқылдады, Асан оқып отыр. Осы ережені есте сақтайық балалар. 10 жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқұрмен тартылады. Шаңыраққа уық шаншылады. Баяндауыштарды тауып астынсыз. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсет. Мысал үшін, киіз үй тегіс жерге тігіледі. Не тігіледі? Киіз үй сөйлемде бастауыш болып тұр. Ал не істеді? Тігіледі. Тігіледі сөзі баяндауыш болып тұр. Келесі, кереге басқұрмен тартылады. Кереге бастауыш, тартылады баяндауыш. Не тартылады? Кереге тартылады. Не істейді? Тартылады. Тартылады сөзі баяндауыш болып тұр. Шаңыраққа уық шашылады. Не шашылады? Уық шашылады. Уық бастауыш, шашылады баяндауыш болып тұр. Не істейді? Шашылады баяндауыш болып тұр. Келесі 11 жаттығу. Берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып айт. Оқушы. Оқушы айтты. Оқушы жазды. Оқушы отырды. Оқушы кірді. Су. Су қайнады. Су ақты. Су төгілді. Су тоқтады. Бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр? Балалар, бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын табу үшін біз бұл сөздерге сұрақ қоямыз. Оқушы не істеді? Оқушы айтты. Оқушы жазды. Оқушы отырды. Оқушы кірді. Демек, бұл сөздер не істеді сұрағына жауап беріп, бастауыш болып тұр. Ал енді су не істеді? Қайнады. Су не істеді? Ақты. Су не істеді? Төгілді. Су не істеді? Тоқтады. Демек, бұл сөйлемдерде сұрақтың не істеді сұрағымен баяндауыш қызметін атқарып тұр. Келесі 12 жаттығу. Құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздерді құрастырып айт дейді. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Бастауыштың астын 1, баяндауыштың астын 2 сызықпен сыз. Мысал үшін, бұлан орманда мекендейді. Бірінші кестедегі бірінші сөз бұлан, екінші білім, үшінші балық. Білім кітаптан басталады. Бұл жердегі білім бастауыш, ал басталады баяндауыш болады. Не кітаптан басталады? Білім кітаптан басталады. Балық суда мекендейді. Бұл жерде бізде балық бастауыш,
ал мекендейді баяндауыш болады. Не мекендейді? Балық мекендейді. Мекендейді бұл жерде баяндауыш болып тұр. Сондықтан не істейді? Мекендейді. Сондықтан балықтың астын бір сызықпен, ал мекендейтіннің астын екі сызықпен сызып қоямыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса видеоға лайк басып, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Және достарымызға таратып, пікір қалдыруды ұмытпаңдар балалар. Сау болыңдар.